Тәңірі тағала салауатты кімге берді? Салауат айтуды 10 түрлі қылып жаратып, оның 9-ын Әзіреті Мұсаға, қалғанын жәми жұртқа бөліп берді. Сабырды кімге берді? Сабырды да 10 түрлі қылып жаратып, оның 9-ын Әзіреті Аюпқа, қалғанын барша халайыққа бөліп берді. Әділдікті кімге берді? Әділдікті де 10 түрлетіп жаратып, 9-ын Әзіреті Мұхамбетке, қалған бір бөлігін жұртқа таратты. Даналықты кімге берді? Даналықтың 9 бөлігін Ұлықпан хәкімге, бір бөлігін ғалымдарға берді. Батырлықты кімге берді? Батырлықты 10-ға бөлді. 9-ын Әзірет Әлиге, бір бөлігін барша батырдың жүрегіне қондырды. Патшалықты кімге берді? Оның 9 бөлігін Сүлеймен пайғамбарға, қалған бір бөлігін қияметке дейін дүниеге келетін патшаларға берді. Ұсталықты кімге берді? Ұсталықтың 9 бөлігін Дәуд пайғамбарға, қалған бір бөлігін жер бетіндегі ұсталарға бөліп берді. Адам ата пейіште неге қуылды? Мұның 5 түрлі себебі бар. Біріншіден, Адам ата мен Хауана Тәңірдің тыйым салған жемісін жеді. Екінші, Адам ата пейіштен түспесе, адам ұрпағы тарамасын. Үшінші, Тәңір Адам атаның таңдау еркіне қол сұққан жоқ. Ол өз таңдауымен бидайды жеп қуылды. Егер таңдау еркіндігі болмаса, періштелер сияқты пейіште мәңгі жүре берер. Төртінші, Адам ата жерге түспесе, оның бойындағы әділдік, еркіндік, жауапкершілік, ар-ұят сияқты сезімдері көрінбесе. Бесінші, Адам ата жерге түсіп сыналмаса, Ібіліс Тәңірге бүй арзу айтып, «Уа Тәңірім, сен адамды менен артық көрдің. Егер адам артық жаратылыс болса, жерге жібер. Мен сынайын» деп әділдік сұрар. Адамның артық жаратылыс екенін Ібіліске көрсету үшін сынақ тезіне салды. Неше пайғамбардың сақилықпен аты шықты? 4 пайғамбар. Адам ата, Нұх, Ибраим, Әзіреті Мұхамбет. Тіршілікте ең мықтысы кім? Жолбарыста 40 адамның күші бар. Бір асқапта 40 жолбарыстың күші бар. Бір әулиеде 40 асқаптың күші бар. Бір пайғамбарда 40 әулиенің құдіреті бар. Ал Әзіреті Мұхамбетте 40 пайғамбардың салауаты бар. Тәңірсі адамды жаратқанда, оның бойына әуелі нендей қасиетті дарытты? Ең алғаш ақыл, ұят, мейірім, сабырды дарытты. Төртеуі Адам атаға келіп, «Ей адам, бізді саған жіберді» деді. Адам ата, «Қалаған орынға жайғасыңдар» деді. Ақыл адамның басына жайғасты. Ұят көзге қонды. Мейірім көңілге ұялады. Сабыр көкіректен орын алды. Онан соң нәпсі, ашу, арсыздық, қатыгездік келді. Нәпсі, «Мен Құдайдың әмірімен келдім. Мені қайда қоймақсың» деп Адам атаға зіркілдеді. Адам ата, «Өзің қалаған жеріңе жайғас» деді. Нәпсі, «Басыңа жайғасамын» деді. Адам ата, «Онда ақыл тұр ғой» деді. Нәпсі, «Мен келгенде ақыл ығыса тұрар» деді. Екінші болып арсыздық, «Мен қайда жайғасайын» деді, жылмаң-жылмаң еді. Адам ата, «Өзің тауып жайғас» деді. Ол көзге жайғаспақшы болды. Адам ата, «Көзімнен ұят мекен алған бос емес» деді. Арсыздық, «Мен келгенде ол орнын босатады» деді. Үшінші кезекте қатыгездік келді. Адам ата оған да жайғасатын мекен іздеді. Ол, «Көңілден орын аламын» деді. Адам ата, «Онда қазір мейірім бар, бос емес» деді. Қатыгездік, «Мен тұрғанда мейірімге не жорық» деді де көңілдің қойнауына кіріп кетті. Төртінші болып ашу келді. Ол, «Мен көкіректен орын аламын» деді. Адам ата оған сабыр жайғасқан еді, деді. Ашу, «Сабыр өз бауырым, жанында боламын» деді. Осылайша ақыл мен нәпсі, ұят пен арсыздық, мейірім мен қатыгездік, ашу мен сабыр бір жерден жай алғасын, адам бойында үнемі таласып, тартысып отырады екен. Дұрыс жауап бердің. Ал енді айта қойшы. Адамның бойында неше жауһар бар? 4 бірдей жауһар бар. Төртеуінің де баугеспе ұрысы бар. Бекем болмасаң, ұрылар ариманнан жұрдай қылады. Біріншісі иман, оның ұрысы сайтан. Одан сақтанудың жолы зікір. Екіншісі ақыл, ұрысы кібірлік. Одан сақтанудың жолы топырақ мінез. Үшіншісі ілім-білім, оның ұрысы надандық. Одан сақтанудың жолы ойғымарлық. Төртіншісі жомарттық, оның ұрысы дүние қоңыздық. Одан сақтанудың жолы мырзалық. Іштарлық кімнен қалды? Ібіліс малғұннан қалды.
Ілім сайысында періштелер адамнан жеңіліп оған сәжде жасады. Сол кезде Ібіліс бір өзі басын имеді. Адамның ұлық дәрежесін көре тұра мойындамады. Кімде-кім жақсының ілімін мойындамай, іштарлық етсе, сайтанмен дос болады, періштемен қас болады. Басқаның ақыл парасатын мойындау да батырлық. Неше пайғамбар патшалық қылды? 4 пайғамбар. Олар Сүлеймен, Жүсіп, Дәуіт, Мұхамбет. Машырықтан Мағрибқа дейін неше кісі патшалық құрды? 4 адам. Екеуі мұсылман, екеуі кәуір. Мұсылманы Сүлеймен мен Ескендір, кәуірі Шәддат пен Намрұд. Дүние неше заттан жаралды? 4. Топырақ, от, су, желден құралды. Әділетсіз патшалар кімнің ұрпағы? Перғауынның ұрпағы. Ұсталық кімнен қалған? Дәуіт пайғамбардан. Шипагерлік кімнен қалған? Олықпан хәкімнен. Батырлық кімнен қалған? Әзіретті Әлиден. Ең алғаш адамның қанын төккен кім? Қабыл. Адам атаның Әбіл Қабыл деген егіз ұлы болды. Әбіл қой бақты, Қабыл егін екті. Бір күні екеуі Құдайға құрбан шалмақ болды. Қабыл көгере бастаған бір десте бидай әкеп, тастың үстіне қойды. Әбіл отарындағы ең семіз қойын Құдай жолына арнады. Бір кезде найзағай ойнап, семіз қойға жай түсті. Ал бидай отта өртенбеді. Ол кезде Құдай құрбанды қабыл алғанын от арқылы білдіретін. Қабылдың ашуы келді. Ашу пайда болғанда Ібіліс жетіп келді. Ол: «Әй Қабыл, Құдай сенен гөрі Әбілді артық көрді. Құрбандығыңды қабыл алмады. Сен пұтқа табынбайсың. Қолың істе болғанмен көңілің күндіз түні бір Аллада. Бірақ бір нәрсені аңғармадың. Құдай пендесін алалаушы. Әлімсақта мені де өзге жаратылыстан алалап, әділетсіз қуып шыққан» деп үздіксіз уәс-уәс салды. Ібілісті азғыруына қарсы тұра алмаған Қабыл іштарлығы шыдатпай інісін таспен ұрып өлтірді. Ең алғаш топыраққа жерленген кім? Әбіл. Оған дейін жер бетінде кісі өлімі болмаған еді. Қабыл інісінің өлі денесін қапқа салып апталап арқалап жүрді. Жансыз дене борсып иістене бастады. Не істерін білмей абыржып жүргенде екі қарға бір-бірімен шұқысып біреуін өлтіріп қойды. Тірісі аяғымен жер қазып, өлгенін көмді. Қабыл осыны көріп, інісін топыраққа жерледі. Содан бастап адамды жерге көму салтқа енді. Түс шору кімнен қалған? Жүсіп пайғамбардан. Жүсіп зынданда жатқанда Мысыр патшасы түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Бидайдың қураған 7 масағы әлі сүт боп, жетілмей тұрған 7 масақты жеп қойды. Артынша 7 арық сиыр, 7 семіз сиырды жалмады. Бұл түс ненің нышан екенін білмей патшаның басы қатты. Бүкіл түс шорушыны жинады, бірақ ешкім жори алмады. Бұл кезде Жүсіп пайғамбар зынданда жатыр еді. Патша Жүсіпті алдырды. Ол: «Еліңде астық 7 жыл қатарынан бітік шығады, бірақ одан кейін 7 жыл қатарынан жұт болады. Жауын жаумайды, өзен тасымайды, егін шықпайды, аймақты ашаршылық жайлайды. Жұтқа дайындала беріңіз» деп түсін жорып берді. Пайғамбарға ілім үйреткен пайғамбар кім еді? Ол Қызыр ата еді. Бірде Мұса пайғамбардың көңілі шалқып, менен ілімі асқан адам бар мекен деп ойлады. Сол сәтте Тәңірден әуез түсіп: «Әй Мұса, Парсы мен Ұрым дариясы тоғысқан жерге бар. Сонда Қызыр есімді менің құлыммен жолығарсың. Содан сұра» деді. Мұса жолға шығып ұзақ сапарлап Қызырға ұшырасты. Сол сәтте бір шымшық ұшып келді де, екеуінің ортасына бір тамшы су тамызды. Қызыр жымиып күлді. «Мұса, неге күлдің?» деді. Қызыр: «Бұл шымшық нені ишара еткенін білесің бе? Сенің жиған терген ілімің тамшыдай ғана дегенді ишаралап тұр» деді. Мұса шамданып қалды. «Онда теңіздей біліміңді көрсет, мен саған ерейін» деді. Қызыр шарт қойды: «Мен ақылға сыймайтын іс жасаймын. Сен тағат қылып ақырын күт. Артық сұрақ берме. Шартты 3 рет бұзатын болсаң, сапарымыз тәмам» деді. Мұса келісті. Екеуі жолға шықты. Ұзақ жүрген соң бір кемеге мінді. Кеме иесі Қызырдың танысы екен. Одан ақы алмады. Кеме жағаға жеткенде Қызыр қолына балта алып, кеменің ағаштарын қиратып, түбін ойып тастады. Кеме қисайып, жүзуге жарамай қалды. Мұса шыдамай: «Ақы алмаған жақсы адамға неге қастық қылдың? Мұның не?» деді. «Уәден қайда?» деді Қызыр. Мұса кешірім сұрады. Сапар жалғаса берді. Екеуі бір ауылға кірді. Ешкім бұларды қонақ етпеді. Бір кемпір ғана үйіне шақырып қондырды. Кемпірдің не ұлы, не қызы жоқ, жан дегенде жалғыз ешкісі ғана бар екен. Қызыр кемпірге білдірмей
түнде қораға кірді де пышағын алып ешкіні бауыздап тастады. Мұса ашуланып, ешкіні неге өлтірдің? Аспен ұрғанды таспен атқаның не деді? Уәде қайда, Мұса? Деді Қызыр екінші рет. Мұса үндемеді. Екеуі кемпірмен қоштаспастан жүріп кетті. Жүре-жүре бір шаһарға келді. Ел шетінде қабырғасы құлайын деп тұрған бір қораны көрді. Қораның ішінде 2 жетім бала өмір сүреді екен. Қызыр оларды қуып шығып, қораның қабырғасын қиратып, төбесін жерге түсірді. Мұса тағы да шыдай алмай: "Ей, Қызыр, қос жетімді жылатып қуып жібердің. Ескі қора болса да олардың панасы еді. Енді олар қайда барады? Неге бұздың қорасын?" деді түтігіп. Қызыр: "Ау Мұса, уәдені осымен 3-ші рет бұздың. Осымен сапар да, сабақ та тамам. Бұдан артық сені ертіп жүре алмаспын. Сен Алланың хикметті істерін ұқпайтын надан екенсің. Әуелі кемені қиратқаным, сол елдің патшасы көрші елге соғыс ашып кеме жинап жатты. Енді жандай шаптар кедей танысымның жүзуге жарамсыз кемесін алмайды. Соғыс біткен соң досым кәсібін жалғастырады. Екінші, ешкіні бауыздаған себебім, кемпірдің Құдайға жаққан қылығы бар. Үнемі сахар тұрып Құдайды зікір етеді. Бірақ ана ешкісі бәле бол. Не өлмейді, не қоймайды. Құдаймен екеуінің арасына перде болып тұрып ал. Кемпір алаңсыз Құдайдың мекеніне кетейін десе, ешкісін қимайды. Құдайда кемпірді жақсы көрген соң, тілегін қабыл етіп, ешкісін өлтірмей келе жатыр. Енді кемпір алаңсыз досының мекеніне аттанады. Үшінші, қораны қиратқан себебім, онда да сыр бар. Құдайым 2 жетімнің несібесін басқа жақта нәсіп еткен еді. Бірақ бұлар ана ескі қорадан шықпай қойды. Қораны Алланың әмірімен қираттым. Енді 2 жетімнің барар жер Басар тауы шаһардың ішіне кіреді. Оларды бір байдың әйелі көріп, мейірімі оянады. Олардың бала шағасы жоқ, қубас еді. 2 жетімді асырап, бала етіп алады деді. Сол кезде Мұса өзін білімдар санап, Алла алдында айыпты болғанын ұқты. Қоштасар сәтте Қызырға: "Ілімің расымен артық екен. Маған ақыл беріңіз", деп қолқа салды. Қызыр: "Ілімнің ең үлкені сабыр. Сен сабыр сақтап істің артын күткенде, 3 оқиғаның да хикметін түсінер едің. Сабыр түбі сары алтын деген осы", депті. Не үшін түнде сансыз жұлдыз жарқырайды ағады? Кімдер оны бағады? Ол 5-ші қатта тұрып жарқыраған Сүлейменнің жүзігі екен. Әзіреті Мұхаммед пайғамбар Миғражға самғағанда аспан астын тілгілеп, айналасын шұғылаға бөлеп жатқан бір сәулені көрді. Пайғамбар: "Бұл сәуле қайдан шығып жатыр?" деп таңғалды. Жебірейіл періште: "Бұл 5-ші қатта сақталып тұрған Сүлейменнің жүзігі. Бұл сол жүзіктің сәулесі. Ол ғарыштағы жұлдызға шағылысқанда, жұлдыз аққандай күй қалдырады. Үмбетің бұл кезде тілек тілесе, дұға қабыл болады", деді. Дүниедегі ең ақымақ, ең есерсоқ мақлық қайсы? Ол адам. Себебі Тәңірі адамды өзіне халифа қылып жаратты. Адамның бәсі періштеден артық болды. Оған әлімсақта бүкіл періште сәжде етті. Адамның бәсі айуаннан да артық еді. Бүкіл аң-құстың билігін қолына берді. Адамның бәсі ібілістен де артық болды. Оны ілім сайысында жеңді. Тәңірсі адамға жүрек ілімін берді. Ол 18 000 ғаламның құпиясын ашатын кілт еді. Сөйте тұра адам ғапылдыққа ұрынып, өзінің бәсін жоғалтты. Жүрек көзін ашып, ғаламның сырына қанық болудың орнына, көкірек көзі бітеліп, кеудесіне хикмет емес дүние жинап, ақырында жанның да, жансыздың да жауына айналды. Өзі еркектен жаралар, еркек одан таралар. Ол кім? Ол Хауана. Адам атаның сол жақ қабырғасынан жаралды. Хауанадан барша ұрпақ таралды. Адамды алдап азғыру кімнен қалған? Ібіліс малғұннан. Ол алғаш Хауананы азғырып, бидай дәнін жегізді. Әділді кімнен қалған? Әзіреті Мұхаммед пайғамбардан. Сараңдық кімнен қалған? Қарынбайдан. Жомарттық кімнен қалған? Атымтайдан. Тау мен құстар қай пайғамбармен бірге дауыстап зікір айтқан? Дәуіт пайғамбармен. Түйенің пірі кім? Ойсылғара. Жылқының пірі кім? Қамбар ата. Сиырдың пірі кім? Зеңгі баба. Қойдың пірі кім? Шопан ата. Ғашықтардың пірі кім? Жүсіп пен Зілиқа. Шайтанның малғындығын кім әшкерелеген? Әзіреті Мұхаммед пайғамбар. Нохтың кемесі қайда тұр? 4-ші қатта тұр. Мұхаммед пайғамбар Миғражға самғағанда Нұхтың кемесін 4-ші қаттан көрген. 2 дүниеде де өсіп тұрған бір жеміс бар. Ол құрма.
ол пейіште де, жер бетінде де өседі. Хақ Расылдың сүйіп қосылған жұбайының аты кім? Хадиша ана. Түркінің пірі Яссауи бабамыз Дивани хикметінде Мұхамбет пайғамбар мен Хадишаның ғашықтық сезімін бұлай жырлайды. Сөйтіп жүріп, Мұхамбет жасқа жетті 17, Хадишаның жүзіне түсті нұр боп келбеті. Мұхамбетке кез келсең айтар едің сұңқар деп, Хадиша оны көргеннен зар иледі іңкәр боп. Махаббатта аударды Хадишаның тілегін, Мұхамбетке ғашық боп өрт шарпыды жүрегін. Күн-түн жылап Құдайға жас айналды бұлаққа, көріп Құдай көз жасын жетті ақыры мұратқа. Басында қос мүйізі бар қай патша? Ескендір Зұлқарнайын. Ол дүниеге келгенде залым патшалардың әмірі жүріп тұрды. Олар жер бетіне соғыс салып, жазықсыз жандарды мың-мыңдап қырды. Ескендір туғанда Тәңірісі оған 2 мүйіз берді. Оның мүйізін көргенде жаудың құты қашып, жүрегін үрей билейтін. Ескендір әскерін бастап тұң қатпай жорытты. Жауыздарды жазалап, теңіздей толқытты. Ескендірдің мүйізін көріп, жау қалшылдап қорқыпты. Жер жаһанды апат пен бәледен тазалапты. Жөнге келмеген жауларды әділ үкіммен жазалапты. Бір ту бар. Оның бір жағы жарық, бір жағы қараңғы түнек. Ол кімнің туы? Ол Ескендір Зұлқарнайынның туы. Тәңірім Ескендірдің бағын асырды. Оған бір ту берді. Оны алға созса жолына күннің шұғыласы жайылды. Жер беті айнадай жарқырап, соғыс пен майданның лаңын айшылық жерден айырды. Байрағын артқа кергенде басқан іздерін түнек жайлапты. Аңдыған дұшпаны мен арбасқан жаулары қараңғыдан ештеңе көрмей, бірін-бірі жайратты. Әжүж бен Мәжүж деген кім? Ол Ескендір патшаның заманында өмір сүрген азғын бір ел еді. Олар көз көретін, аяқ жететін жердің бәріне бәле толтырыпты. Басқан іздеріне қайғы мен сор тұныпты. Олар Ескендірдің айбынынан ықпады. Қанша шайқасып қырса да, Зұлқарнайын оларды тау салмады. Біреуін өлтірсе екеуі пайда болды. Екеуін өлтірсе төртеуі пайда болды. Орған сайын семіріп, өлген сайын көбейіп, құмырсқадай қаптады. Шарасы таусылған Ескендір Тәңірден көмек сұрады. Тәңір оған Аллаху Акбар деген дұға үйретті. Сол сөзді айтқанда Әжүж бен Мәжүж қолға түсіп, әскері жермен жексен болды. Ескендір оларды ұстап қап тауына қамады. Пейіште періштелер соққан шынжырмен байлап бекітті. Тауды айналдыра қалың темірмен қоршап қамал салды. Қамалдың қалыңдығы 60 құлаш, биіктігі 70 құлаш болды. Әжүж бен Мәжүж сол зынданда әлі жатыр. Күн сайын мыңдаған құбыжықты дүниеге келіп, әскерін көбейтеді екен. Балалары әр тыныс алған сайын есейіп, көзді ашып жұмғанша алпамсадай дәуге айналады. Шаштары долғаға, терісі сауытқа, тырнағы қылышқа айналып шығады. Бірақ жер бетінде бір момын Аллаху Акбар деп азан шақырса, барлық әскері бір сәтте қырылып қалады екен. Қашан жер жүзінде азан шақыратын адам қалмайды. Сол кезде олар көбейіп, шынжырды үзіп, қамалды қиратып, жарық дүниеге шығады. 40 жаста сақалы қара, ал баласының 20 жаста сақалы ақ болған кім еді? Ол Ұзайыр пайғамбар. Бір заманда Исраил жұрты Құдайын ұмытып азғындыққа салынды. Құдай қаһарланды да жер бетіне Набухан Насыр дегенді шығарды. Ол қалың әскер жинап Шам елдерінің бәрін жайпады. Әл-Ақсаны қиратты, халқын қойдай қырды. Тірі қалғаны қашып тауды паналады. Қолға түскені құлдыққа жегілді. Тірі қалғандардың ішінде Ұзайыр пайғамбар да бар еді. Ол кезде оның жасы 40-та болды. Ол қырылып жатқан халықты, қирап жатқан қаланы көріп, мына жерде енді ел пайда болмайтын шығар деп үмітін өшірді. Сөйтіп жатып көзі ілініп кетті. Бір кезде тысыр еткен дыбыстан селк етіп шошып оянды. Жау артымнан қуып келді ме деп қорқып кетті. Таудан ақырын түсіп еді, сау-саламат тұрған Құдыс шаһарын көрді. Қалада зәулім үйлер бой түзеген. Базары қызып, қазаны қайнап, тіршілігі жайнап жатыр екен. Әл-Ақса мешіті де еш қирамаған орнында тұр. Ұзайыр өң мен түсін айыра алмай таң қалды. Шаһар ішінен өз үйін тауып алды. Кіріп келіп еді, төрде отырған ақсақалды көрді. Жөн сұрасып еді, баласы болып шықты. Ұзайыр не болғанын түсінбей аңтарылды да қалды. Сол сәтте Құдайдан әуез жетіп: "Әй Ұзайыр, есіңде ме? Сен менің құдіретіме күмән келтіріп едің. Құдіретімді көрсету үшін сені ұйықтатып, бүгін тірілттім. Қираған қаланы тұрғыздым. Қырылған халықтан ұрпақ өрбіттім. Әл-Ақсаны қайта салғыздым. Мұның хикметі біреу ғана. Соңғы демің үзілгенше, менің үмітімнен күдеріңді үзбе" деді.